Elhamdülillahi Rabbil alemin ve aqibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Amma ba'd, сұрақ. Ahli sunna вал жамаа дегеніміз кімдер? Ahli sunna вал жамаа дегеніміз Құран кәрім мен Хазіреті пайғамбарымыздың сахих хадистерін ұстанып, жол бастар етуші, Аллахтың елшісі Хазіреті Мұхаммед және оның сахабаларының ақида, яғни сенім мәселесінде ұстанған жолмен жүрушілерді айтады. Ахли сунна вал жамааттың қазақша мағынасы сүннет халқы және жамағат. Ал мұның Ахли сунна вал жамаат деп аталу себебі Хазіреті пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, үмметі жайлы айтқан мына бір-екі хадисінен бастау алады. Абдулла ибн Амр радиаллаху анхудан жеткен риуаят бойынша Хазіреті пайғамбарымыз былай дейді: Исраил ұрпақтарының басына келген барлық нәрсе менің үмметімнің де басына келеді. Аяқ киімнің аяқ киіммен ұқсас болғаны секілді, олар да бірдей жағдайға ұшырайды. Тіпті олардың арасынан анасына ашық түрде жақындағандар шыққанындай, үмметімнен де ондайлар шығады. Исраил ұлдары 72 тармаққа бөлінген, үмметім 73 тармаққа бөлінеді. Бұлардың біреуінен басқа бәрі тозақтық болады. Сонда сахабалар жұмақтық болатындар кімдер екенін сұрайды. Пайғамбарымыз: мен сахабалармен қай жолда болсам, сол жолдағылар деп жауап береді. Муауия радиаллаху анхудың риуаяты бойынша Алланың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, былай дейді: хабарларың болсын, сендерден бұрынғы кітап иелері 72 ағымға бөлінді, мұсылмандар 73 ағымға бөлінеді. Олардың 72-сі тозақта, тек бір тобы ғана жұмақта болады. Жұмақта болатындар жамағат деп жауап берген. Ахли сунна вал жамаа термин алғаш Абу Лайс ас-Самарқанди өзінің Шарху фиқул акбар атты еңбегінде қолданған. Ахли сүннеттің ақидасына қатысты алғашқы еңбек пен зерттеуді қолға алғандардың бірі имам Азам Абу Ханифа Нуъман ибн Сәбит. Ол Ханафи мазхабының негізін қалаушы мужтахид ғалым. Сонымен қатар ақидаға байланысты көптеген құнды пікірлер айтып кеткені белгілі. Абу Ханифаның ақидаға байланысты жазған еңбектері Аль-Фиқул Акбар, Аль-Фиқул Абзат, Ар-Рисала, Аль-Алим Аль-Мутаалим, Аль-Уасия. Осы еңбектердің ішінен Аль-Фиқул Акбар ғұламалар жағынан жоғары бағаланып, ол еңбектің көптеген түсіндірмелері және талдамалы шығармалары жазылды. Ахли сүннет екі ақида мектебі бар: Матурди және Аш'ари. Ал-Фиқта 4 мектептен құралады: Ханафи, Малики, Шафиғи және Хамбали. Жер бетіндегі барша мұсылманның басым көпшілігі 4 мазхабтан тұратын сүннеттерді құрайды. 4 мазхабтан өзге жолды ұстанушылар тарихта адасқан ағым деп аталса, қазіргі таңда да 4 мазхабтың бірін ұстанбаушы топтар мен бағыттарды адасқан ағым деп атаймыз. Себебі ең дұрыс жол Ахли сунна вал жамаа, яғни сүннеттік бағыт.